Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Tuka және де бүгінгі видеода біз деген ошым істерге қалай скин жасау керегін айтатын боламыз. Осы видеоға лайк басарыма тіке отырайық. Себебі мен сіздер үшін қатты тырысып жүрмін. Енді Алла қаласа бұйырса алдағы уақытта бұдан да басқа көптеген туториалдар түсетін боламыз. Сол үшін лайк басып отырыңдар. И короче достар, бұл видеодағы скинға пак осы видео 60 лайк жиналғанда менің телеграм каналымда шығатын болады. И мен көп созбай видеомды бастаймын. Кеттік, go де. Ең бірінші сіздер скинға бірінші палитра мен бірінші идея табасыздар, содан кейін оның палитраларын алып осындай лайн жасайсыздар. Енді келесі оның бәрін скин сеттен жасайсыздар. Сосын келесі приложение ол пиксли. Ал сіздер пикслидан андай зат жасайсыздар, осы скинға решейт. И енді кеттік. Короче, ең бірінші мен өзім басынан бастаймын. И короче, мен бұл видеода қазір музыкамен көре беріңіздер. Және де бұл видеодағы скинға решейт бәрі пакта болады, ал пак менің телеграм каналымда шығатын болады, егерде осы видеоға 60 лайк жиналса. Ал енді жинап тастайық, ал до конца көріңіздер.
Ал достар, біз ана скинді жасап болдық, и мінекей бізде осындай болып шықты. Егер де ұнаса лайк басып кетейік. Мен бұны арнайы заказбен алған болатын. Короче, бір бала маған заказ берді, и сосын оны түсіріп, скинге тутор істей салайын деген болатынмын, и мінекей сіздерге скинге тутор. И енді короче, видео ұнаса лайк басып арнама тіркеп отырайық. И енді келесі видео қандай болсын комментарийға жаза отырайық дегенде. Енді мен бұл видеоға қатты тырысқан жоқпын, сол үшін егер де видео ұнамай қалса кешірім сұраймын. Енді ерініп жүрмін соңғы күндерше видео жасауға, бірақ барынша тырыстым монтаж жақсы болуға. Мен видеомды аяқтаймын. Сіздермен болған мен Тука. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.